Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен мозаика құрағының тігілу әдісін көрсететін боламын. Ол үшін табандыққа мынандай сатин немесе бөз шыт алуларыңызға болады. Мен бүгін мынандай сатин алдым. Ортасынан белгілеп аласыздар. Бұрышын қалай ортасын белгілеп шығарып алу керек екенін алдыңғы видеоларымнан көрулеріңізге болады. Мынандай мен атлас асты флизелинделген 4,5 ені осыны ортасына қоятын боламын. Бұның барлығын сіздер алдыңғы менің каналыма тіркелген кісілер болса, видеоларымды көрсеңіздер, барлығы түсінікті айтылған болатын. Атлас үзілгіш жыртылғыш келеді, сондықтан қадамын екке қойып тігесіздер. Шетінің бәрін тігіп аласыздар алдымен. Артық жіптерді қиып тастап отырасыздар. Лентаға мен 4 тіс алдым. Осы 4-еуін қазір тігіп өтеміз. Мінекей 4 цвет алдым. Лентаның ені 3 сантиметр, ұзындығын өздеріңіз қалауларыңызбен ала берулеріңізге болады. Қандай түс сәйкес келеді, жасай берулеріңізге болады. Бұл қайбір құрақ көрпішелерге, жастық тысқа жасай берулеріңізге болады. Құрақты шетіне қойып аласыздар. Бұлай қиып аламыз. Кеңіз қиып аламыз. Енді көктен аламын. Инені матадан ажыратпай, жібін сөкпей тігіп отырасыздар. Сол кезде құрақтарыңыз өте сапалы болып шығады. Өйткені қаншықтан құрақ болғаннан кейін ол жуылады, үйкеледі. Сондықтан үзбей тіксеңіздер, сапалы болады. Мінекей мынандай қиып аласыздар. Мынандай болып шықты. Енді қызылды аламын. Түгін қай уақытта түгін төмен қаратасыздар, ұмытып кетпейсіздер ол жағына, өйткені матаңыздың цветі кетіп қалады. Білесіздер, бұл түрік матасы, матовый велюр дейді. Бұлар түстері былай жатып тұрған кезде басқа түс беруі мүмкін. Мына жері сәл қисық кетіп қалды, көрдіңіздер ме? Анықтап қарасаңыздар қисық кетіп тұр. Оны бейтіп, қазір тіккен кезде былай жаймен қайтарып тігуге болады. Мінекейіңіз, мына жері қисық кетіп қалды. Осыны қадағалап отырасыздар. Желательно қисық кетпеген абзал, қисық кетсе құрақтарыңыз дұрыс шықпайды.
Мен каналыма біраздан бері видео салмай кеттім. Оған бір себептер болды. Енді мастер-класстар жиі салып тұратын боламын. Каналыма тіркелмеген кісілер болса тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, немесе дизлайк басып кетіңіздер. Міне, ортасы мынандай болып шықты. Енді цветті аламыз қайтадан. Енді қою көкті саламыз. Жаңа мына жер қисық болып кеткен көрсеттім, осыны сәл бүйтіп төмен қыламыз да, тігіп өтеміз. Қызыл цвет. Өздеріңіз қалаған цветтен, түстен ала берулеріңізге болады. Мен просто сіздерге мына цвет қалай тігілу әдісін көрсетіп жатырмын. Хаки цвет болады, айвари цвет дегендер түстер бар. Көк, жасыл біріне-бірін сәйкестендіріп, үйлестіріп қоя берулеріңізге болады. Машинаны сартылдатып кетіп тұр, майын қиылмаған, жиі тігілетін болғасын. Мындай түс болды. Мынандай
шықты. Енді шетін айналдыра тігіп аламыз. Шетінің барлығын қиып аламыз. Мынандай құрақ шықты. Қандай әдемі құрақ, көрдіңіздер ме? Астары үзбей тігілді. Мына сіздерге көрініп тұр ма? Мынандай болып үзбей тігіледі. Мына осындай құрақ шықты. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болғанымен Серікгүл Медетбайқызы. Сау саламатта болыңыздар.